Күшіңе сенбе, ақыл ісіңе сен. Өзіңе қарай достаңда, күшіңе қарай жүкті көтер. Мұғалімі қандай болса, мектебі де сондай болмақ. Замана сипаты, білімі көптер, жұрт билемей, малы көптер, жұрт билер заман. Арман, жарық жұлдыз, онсыз айқын бағдар да жоқ. Бағдар болмаған соң, алға басу да жоқ, тірлікте жоқ. Арман деген көп белес, біріне шықсаң бірі бар. Ақырын жүріп, анық бас, еңбегін кетпес далаға. Нашар ұстаз шындықты қайталайды. Жақсы ұстаз сол шындықты іздеп табуға үйретеді. Түсінгендіктің шын белгісі я деген жауап емес, шәкірттің бетіндегі қуанышы болып табылады. Өмір теңіз, тағдыр кеме, ал кемең суға батпас үшін өзің капитан болуың керек. Өткен өмірдің берер сабағы үлгі өнегесі көп ақ, бірақ оған қорытынды жасап ойланбаймыз. Істі істеу үшін емес, жеңіске жету үшін бастаңыз. Адам баласына ақшаны есептемегенде табиғаттың бергенінен артық ештеңе қажет емес. Егер бізді біреу сыйламай қойса, біз оған қапаланып қатты ренжиміз. Ал шындығында пенденің барлығы өз ішінен өзін өзі сыйламайды ғой. Ақылды адам алғыс айтудан ауырсынбайды. Заң дегеніміз ноқта. Жалпақ әлемді аузыңа қарату үшін рухани ерлік керек. Жалпақ әлемге қысылмай, қымтырылмай қарау үшін рухани байлық керек. Көпке көрсетіп істеген қайырым емес. Балдың тәттілігі сонша, ең соңында ащылығы сезіледі. Көп болған сайын дәмі кетеді. Адам нәсілін жер бетінде баяндатып тұрған бірден бір күш, мейірім мен рақым ғана. Жұрт сүйгенді Құдай да сүйеді. Ақылға саңыраулық та айып. Қызғаныш, таза, мөлдір сезім. Ақын еңбегінің жалғыз өлшемі оның адам жүрегіне қанша жақындай алғаны. Ақылды сөз қылмақ қиын, ақылды сөзді, ақылды іс қылмақ одан да қиын. Өзімізді бақытсыз деп сезініміздің себебі басымыздағы бақытымызды тірлікпен алысып жүріп байқамауымызды. Нағыз шынайы достар алмас сияқты аса қымбат әрі сирек кездеседі. Жалған достар күзгі жапырақ тәрізді аяқтың астында. Егер тұлға адамның даму шыңы болса, даралығы оның тереңдігі. Өзінің ақмақ екенін түсінген ақмақ емес. Уәдені орындамау сенімсіздік тудырады. Пиғылы жатпен қатар отырма. Өнерде шәкірттік сезімін ұмытқан адам ұстаз да бола алмайды. Қасыңның қасына да сыр ашпа. Сұлулықтан да зекет алу керек. Ізгі тілесең, ізгі бол. Ақшаның еш мәні жоқ. Ол тек белгілі мақсатқа жету құралы. Ақша неге қабілетті екенін және ең бастысы не істеуге күші жетпейтінін түсінуіміз керек. Наданмен қас болғанша кітаппен дос бол. Өз қателігіңді мойындауға батылың жеткенде ғана оған кешіріммен қарауға болады. Заманға таңғалма, адамға таңғал. Жақсы адам жаман жазушы болуы мүмкін, бірақ жаман адам жақсы жазушы бола алмайды.
қорқақтық біздің ең басты кедергіміз.